Қайырлы күн, құрметті Қазақмет көрермендері. Біздің пайдалы айдарша өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз простатитті қарапайым емдеу жолдары. Егер де пайдалы айдарша өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші емдеу жолы. Жедел асқынуларда пияз тұнбасының алар орны ерекше. Шығыс ғалымдары кезінде простатитті пияз тұнбасымен емдеген. Ол үшін орташа көлемді 2 тал пиязды ашып, ұсақтап турап, үстінен 2 стакан қайнаған су құйыңыз. Бетін жауып, сыртын қалың қылып орап 2 сағатқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны 50 мл 2 апта ішіп отырсаңыз, несеп шығару жолын қалыпқа келтіреді. Екінші емдеу жолы имбер тамыры болып табылады. Ол үшін имберді жуып, тазалап, құрғатып алып, барынша кішкентай қылып тураңыз. Оны банкіге салып, үстіне 100 мл спирт құйыңыз. Дайын болған тұнбаны 15 күннен кейін тамақтанар алдында 15 тамшыдан қабылдап отырсаңыз, қуық асты безінің қабыну және ісіну құбылыстарын азайтады. Үшінші емдеу жолы асқабақ дәндері болып табылады. Асқабақ дәндерін ет тартқыштан өткізіп, балмен бірдей қатынаста араластырыңыз. Дайын болған қоспаны бас бармақтың көлеміндей домалақтап, тоңазытқа сақтап қойыңыз. Күнделікті тамақтанар алдында 1 талдан 1 ай бойы қабылдасаңыз, қуық асты безінің қабынуын қайтарады. Төртінші емдеу жолы ас содасы. Ас содасы простатит ауруларында антибактериалды әдіс ретінде қолданылады. Ол үшін 1 литр банкіге 1 ас қасық сода және 5 мл йод тамызыңыз. Дайын болған қоспаны ваннада құйып 15-20 минут отырсаңыз, простатитке ем болады. Осы емдеу тәсілін 20 күн бойы қайталаңыз. Бесінші емдеу жолы у сарымсақ болып табылады. Ол үшін кешкі уақытта у сарымсақты ашып, ұсақтап турап, 1 литр банкіге салып, үстінен 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Дайын болған қоспаны күнделікті таңертең аш қарынға 1 ай бойы қабылдасаңыз, дертіңізден айығуға септігін тигізеді. Жоғарыда айтылған емдеу жолдарының кез келгенін өзіңіздің мүмкіншілігіңізге қарай қолданып отырсаңыз, простатит ауруына шипа болады. Сонымен қатар, біздің Қазақмет медициналық орталығында тек табиғи шөп дәрілерден жасалған простатитке арналған дәрісі жедел және созылмалы простатит ауруларында, несепті ұстай алмаушылықта, еркектік қуаттың төмендеуінде, шат аймағының ауруы мен жайсыздығында үлкен көмегін тигізеді. Сонымен айтылған пайдалы кеңестеріміз сіздерге септігін тигізсе, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.